Бұл бейне Жезқазған қаласында және Қазақстанда Тоқаев пен Назарбаев моңғол қазақ расизмді қолдап ендіріп отыр коронавирус кезінде. Және Жезқазған қаласындағы кәсіпкерлер және басқа да тұрғындар көбінесе расизмді қолдайды. Моңғол қазақ расистер және жарнамалары бүкілі расизм тілінде расистерді жарнамаға ендіріп отыр. Қазақстанда бүкіл тіл, ресми тіл қазақ тілі мен расист тілі ендіріліп, Тоқаев соған заң бойынша қолдап қол қойған. Назарбаев пен Тоқаев енді коронавирус кезінде Қазақстан билік басшыларына расистерді тағайындап, Қазақстанды құртпақ ойымен жоспарлар іске асыруда. Бұндай әдістерді Біріккен ұлттар ұйымы және Интерпол қолдап отыр Назарбаев пен Тоқаевты. Біріккен ұлттар ұйымы мен Интерпол шара қолдана алмайды Назарбаев пен Тоқаевқа.